Таңғы асқа немесе полдникқа жеуге жақсы болатын қара наннан осындай бутерброд жасаймыз. Салмақ тастау кезінде мен нанды пайдалана беремін. Ең алдымен огурцы мен помидорды турап аламыз. Белок көзі ретінде мен бауырдан жасалған котлетті пайдаланатын боламын. Кез келген піскен етті қолдана берсеңіздер болады. Бұл ПП котлеттер майсыз сковородкада пісірілген. Видеоның астына ссылкасын қалдырамын. Нанның бетіне осындай грек йогуртын жағамын. Қаймақты да пайдалансаңыз болады, бірақ қаймақ майлы болып келеді. Сондықтан мен осындай 2% грек йогурт пайдаланамын. Ары қарай салат жапырағын орналастырамыз, оның бетіне котлетті қоямыз. Жаңа айтқанымдай, котлеттің орнына кез келген піскен ет қолдансаңыз бола береді. Котлеттердің бетіне сырды қойдым, огурцы мен помидорды кішкене тұздап жібердім. Одан кейін үстіне огурцы, помидор салып, бетіне зелень септім. Өз фантазияңызды қосып, негізі қалаған көкөністерді пайдалана берсеңіз болады. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен осындай оңай әрі қолжетімді ПП рецепттермен бөлісемін. Каналымнан күніне 4 уақыт тамақтанып салмақ тастауға болатын оңай әрі қолжетімді басқа да тамақтардың рецепттерін таба аласыздар.